Саламатсыздарма, есімім Диана. YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз көкөніс және баялды қосылған өте дәмді салат дайындаймыз. Қажетті заттарымызды дайындап алдық. Жұмысымызды баялдыдан бастаймыз. Алдымен баялдыны екіге бөліп, үлкендеу болса, осындай саусақтай етіп турап дайындаймыз. Баялдымызды шеңбер формасында етіп турасақ та болады. Ыдысымызға салып, үстінен 1 шай қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырып, шетке жарты сағатқа алып тұрамыз. Қиярымызды ұзындау етіп турадым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы және өзіңізге әдемі көрінетін формада тураңыздар. Балғар бұрышымызды де турап аламыз. Қатты ұсақтап жібермеңіздер. Бұрышымыз турап алды. Артынан сарымсағымызды ұсақтап тураймыз. Дәмге қарай қосасыздар, мен 4-5 қостым. Сарымсағымыздан кейін сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізді дәмге көре аз немесе көп қоссаңыздар болады. Мен 2 сәбіз қостым. 1 қоссаңыздар да болады. Міне баялдымыз суы кәдімгідей шықты. Көрсеңіздер болады. Үстіне мұздай суды құйып жуып тастаймыз. Міне жақсылап араласқан соң жақсылап сығып аламыз. Міндетті түрде жақсылап сығыңыздар, себебі қуырамыз қатты су шашырайды. Міне дайын, баялдымыз қуыруға дайын. Шамамен 60-70 мл өсімдік майын құйып, қызыған тәпемізде баялдымызды қуыра бастадық. Дайын болған баялдымды шамамен 2-ге бөліп қуырдым. Бірден көп салып жібермеңіздер. Міне осылай араластырып, жандары осындай қызару керек. Видеом тездетіліп көрсетіп тұр. Менде шамамен 2-2,5 минут қуырылды. Екінші партиясын салдық. Бұнды дәл осылай қуырып аламыз. Қалған майымыздың үстіне осындай әші және тәтті бұрышымызды салып, 3-4 секунд қуырып, үстінен балғар бұрышын саламыз. Балғар бұрышымызды шамамен 1, ары барса 2 минут шамасында қуырдық. Қатты жұмсап кетпеу керек. Майым азды қылғандықтан үстіне тағы 1 ас қасық май қостым. Үстіне тұз салмай, алдымен тек шекер қостым. Дайындаған сарымсағымыздың тек жартысын қосып, осындай қуырып жібереміз. Жарты минут шамасында газымызды өшірдік. Газ өшкен соң үстінен қиярымызды салып, араластырамыз. Міндетті түрде газды өшіру керек, себебі қиярымыз жұмсап кетеді. Енді араластыратын ыдысымызға баялдымызды саламыз. Үстінен қуырылған балғар бұрышы мен қиярымызды саламыз. Үстінен сәбізімізді қостық. Енді қалған дәмдеуіштерімізді қосамыз. Үстінен тұз, менде шамамен 1 шай қасық тұз кетті. Сіздер дәмге қарай көресіздер. Араластырып болған соң жеп көріңіздер. Азда болса тағы да қосасыздар. Қалған сарымсағымызды салдым. Үстінен кориандр, уксус эссенциясы 70%. Қасығым кішілеу болғандықтан 1,5 шай қасық кетті. Сіздер дәмге қарай қосасыздар. 1 шай қасық салып көріңіздер алдымен. Міне осындай жеңіл етіп араластырамыз.
міне осылай баялдымызды көрсек болады. Былжырап осындай жұмсап кетпеген, бірақ таза піскен болып тұр. Міне осылай салатымыз дайын. Мұздай жерге кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң алып тұз және шекердің дәмін көресіздер. Аз көбіні тағы үстінен қосасыздар. Міне салатым дайын, ыдысыма салып жатырмын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Бұл баялдыны тағы қайнатып та істесе болады. Маған осындай қуырылған түрі өте ұнады. Сондықтан осындай қуырылған түрін жасаймын. Міне осындай өте әдемі, витаминге бай және дәмді салат. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып артыңызға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.